Саламатсыздар ма, құрметті тыңдармандар, бүгін біз жоғары қысымды давлениені қалай түсіреміз, сол туралы айтамыз. Каналымызға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Жоғары қан қысымы, гипертония, жүрек қан тамыр жүйесіне қауіп төндіретін маңызды жағдай. Оны бақылауда ұстау үшін келесі пайдалы кеңестерге назар аударыңыз. Тамақтану дағдысын өзгертіңіз. Тұзды азайтыңыз, күніне 5 граммнан аспау керек, 1 шай қасық. Калийге бай тағамдар тұтыныңыз: банан, қызанақ, шпинат, авокадо, тәтті картоп. Жеміс-жидек пен көкөністерді көбейтіңіз, антиоксиданттар қан қысымын түсіруге көмектеседі. Майлы тағамдарды шектеңіз, транс майлар мен қаныққан майларды азайтыңыз. Стресс пен демалыс. Медитация, тыныс алу жаттығулары күйзелісті азайтады. Йога немесе жеңіл жаттығулар жүйке жүйесін тыныштандырады. Ұйқыны дұрыстаңыз, 7-9 сағат. Физикалық белсенділік. Аптасына кемінде 150 минут орташа қарқынды жаттығу жасаңыз. Жүру, велосипед тебу, жеңіл жүгіру. Жаттығу жүрек пен қан тамырларын нығайтады. Жаман әдеттерден бас тарту. Темекі шегуді тоқтатыңыз, қан тамырларын тартады. Алкогольді шектеңіз, тек қалыпты мөлшерде. Кофеин кейбір адамдарда қан қысымын жоғарылатуы мүмкін, бақылап көріңіз. Дәрі-дәрмек. Егер жоғары қан қысымы өмір салтын өзгертуден кейін де тұрақты болса, дәрігердің тағайындауымен. Диуретиктер, зәр айдайтын. Бета-блокаторлар. АCE тежегіштері. Кальций арнасының блокаторлары. Өзін-өзі емдеуге болмайды, дәрі-дәрмекті тек кардиологпен кеңесіп қабылдаңыз. Қан қысымын бақылаңыз. Үйде арнайы тонометрмен күнделікті өлшеп тұрыңыз. Нәтижелерді жазып жүріңіз. Қан қысымын төмендететін пайдалы тағамдар. Көкөністер мен көк шөптер. Брокколи. Қызылша қайнатылған немесе шырын түрінде. Шпинат, көк жапырақтар калий мен магнийге бай. Қияр. Кабачки. Сәбіз. Жемістер. Банан калийге бай, тұзды тепе-теңде ұстайды. Апельсин, мандарин, грейпфрут, С дәрумені мол. Жидектер, қарақат, көкжидек, құлпынай, антиоксиданттар бар. Анар қан айналымын жақсартады. Жаңғақтар мен тұқымдар. Кешью, бадам, грек жаңғағы, магний мен омега-3. Чия немесе зығыр тұқымы қан қысымын реттейді. Балық және ақуыз көздері. Лосось, скумбрия, тунец, омега-3 май қышқылдары бар. Тауықтың төс еті қайнатып немесе грильде пісірілген. Бұршақ, жасымық, ноқат өсімдік негізіндегі ақуыз. Тамақтың басқа пайдалы түрлері. Сұлы жармасы, овсянка, холестеринді азайтады. Қара құмық. Қоңыр күріш. Йогурт, тұзсыз, қантсыз. Қара шоколад, 70 какао және одан жоғары аз мөлшерде. Ішуге пайдалы сусындар. Су көп мөлшерде ішіңіз, күніне кемінде 1,5 икл. Қызылша шырыны. Анар шырыны. Лимон қосылған жылы су. Тұзсыз көк шай. Әр адамның денсаулығы оның ең басты байлығы. Денсаулықты сақтау үшін күнделікті дұрыс режим ұстану өте маңызды. Қан қысымын көтерілмесін десеңіз, осы жоғарыда айтылған кеңестерге жүгініңіз. Ауырмаңыз.